Саламатсыздар ма балалар? 6-шы сынып жаратылыстану пәні. Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы Абай атындағы орта мектебі география пәнінің мұғалімі Бисенова Жанат Алламбергенқызы. Сабақтың тақырыбы экожүйе құрам бөліктерінің өзара қарым-қатынасы. Сабағымыздың мақсаты экожүйе құрамдас бөліктерінің өзара байланысын график түрінде көрсету және түсіндіру. Негізгі ұғымдар: биосферадағы зат айналымы, экожүйе, экожүйенің құрамы. Балалар, жердің қай қабаттарында зат айналымы жүзеге асады? Жердің барлық бөлігінде зат алмасу жүріп отырады. Соның ішінде биосферада да зат және энергия алмасу жүреді. Биосферадағы зат және энергия алмасу биоценоз түрінде, яғни биоценоз деңгейінде жүреді. Биоценоз дегеніміз құрлықтың, судың белгілі бір бөлігін мекендейтін өсімдіктер, жануарлардың, микроағзалар мен саңырауқұлақтардың жиынтығын атаймыз. Ал биотоп дегеніміз, яғни осы аталған тірі ағзалардың мекендейтін ортасы, жерін биотоп деп атаймыз. Биоценоз бен биотоп қосыла отырып, үлкен экологиялық жүйені құрайды. Міне суретте көріп отырмыз балалар, я, үлкен экологиялық жүйені құрайды. Экожүйе дегеніміз не екен? Экожүйе дегеніміз тірі организмдер мен абиотикалық ортаның өзара зат және энергия алмасатын табиғи қауымдастығы. Суретке мұқият қарайық. Экожүйедегі зат және энергия айналымы тек тірі ағзалар ғана емес, сонымен қатар биорганикалық заттар да қатысады. Тірі ағзалар деп отырғанымыз бұлар өсімдіктер, жануарлар, саңырауқұлақтар, микроағзалар. Сонымен қатар биорганикалық заттар да қатысады екен. Яғни биорганикалық заттар деп отырғанымыз бұлар көмірқышқыл газы, сулар, тұздар, азот, оттегі, фотосинтез процестері жатады. Суретке мұқият қарайтын болсақ, балалар бір-бірімен тығыз байланыста, яғни стрелкалармен көрсетілген. Бұл өндірушілер, мысалы өсімдіктермен қоректенетін арқар жануары, бұл жануармен жыртқыштық түрде қасқырлар, яғни жабайы аңдар қоректенеді. Бұлардың өсімдіктер мен жануарлардың қалдықтарымен бактериялар, саңырауқұлақтар қоректене отырып ыдыратады. Міне осылай зат айналым және энергия айналым жүріп отырады. Табиғаттағы зат алмасу процесіне байланысты биоценоздағы организмдерді 3 топқа бөлеміз. Бірінші тобы өндірушілер, яғни продуценттер деп аталады. Бұлар күн, су және энергия көздерімен органикалық заттар түзушілер. Бұған өсімдіктер, балдырларды жатқызамыз. Келесі тұтынушылар, яғни консументтер жатады. Бұлар дайын органикалық заттармен қоректенетін организмдер. Бұған жататындар жануарлар, сүтқоректілер, құстар, балықтарды жатқызамыз. Келесі ыдыратушылар, яғни редуценттер. Бұған, яғни бұлар органикалық заттарды ыдырататындар жатады. Ыдырататындарға бактериялар және саңырауқұлақтарды жатқызамыз. Тұтынушыларға қандай организмдер жатады, өндірушілер тобына қандай организмдер жатады, ыдыратушыларға қандай ағзалар жататындығын жазып шығасыздар.
Келесі екінші тапсырма, сұрақтарға жауап бересіңдер. Аталған тапсырмаларды мына дескриптор бойынша орындаймыз. Әр тапсырмаға берілетін ұпай саны 1 ұпайдан жалпы ұпай 6 ұпай беріледі. Сабағымызды қорытындылай келе, бүгінгі өткен тақырыбымыз, яғни экожүйе, биосферадағы зат айналымы, экожүйенің құрамымен толық мағлұмат алдыңдар деп есептеймін. Үйге тапсырма, экожүйе құрам бөліктерінің өзара қарым-қатынасы тақырыбын оқу, кітаптағы 152-153 беттегі тапсырманы орындау. Келесі кездескенше қош сау болыңдар.